20 ақпан мен 3 наурыз аралығында бизнес бастауға ниетті азаматтар мемлекеттік грантқа өтініш жібере алады. Мақтаарал аудандық жұмыспен қамту орталығы мамандарының мәліметінше, мемлекеттік қаржыны алуға үміткерлер саны артқан. Мәселен, 2 күннің ішінде 90-ға жуық азамат өтініш жіберіп үлгерген. Ал биыл өтінімдер 4 рет қабылданып, соның шеңберінде ауданда 110 азаматқа грант беріледі деп жоспарлануда. Өтінімдер қабылдау бизнес еңбек кезет портал арқылы онлайн режимге қабылданады. Қатысу үшін үміткер порталға электрондық цифрлық қолтаңба арқылы тіркеліп өтінім бере алады. Ал интернетке немесе компьютерге қолжетімділік болмаған жағдайда халықты жұмыспен қамту орталығының өзіне өзі қызмет көрсету аймақтарында өтінім беруге болады. Онда сала мамандары үздіксіз сүйемелдеу жұмыстарын жүргізуде. Білдіруші азаматтар біздің жұмыспен қамту орталығына келіп, біздің қызметке жүгінуде. Біз ол кісілерге сүйемелдеу жұмыстарын жүргіземіз. Яғни жаңағыда бизнес еңбек порталына үміткерлердің өтініш тастауына біз жәрдем береміз, көмек береміз. Этс бүкіліштермен өздері келеді, көздерінше өтініштерін тастап береміз. Алдағы уақытта комиссия отырысына сол кісілердің номерлерін тіркеп, шақыртуға сүйемелдеу жұмыстарын жүргіземіз. Өтініштер қабылдап 3 наурыздан бастап портал жабылған екен, 10 жұмыс күн ішінде комиссия отырысы болатын күн есептеледі, шешіледі. Мемлекеттік грант қаражаты ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге өздерінің бизнес әлеуетін ашуға, өндірісті жолға қоюға және дамытуға, сол арқылы өзін тұрақты табыспен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Әр қатысушы оны тек 1 рет ала алады. Бизнес еңбек порталына биылғы жылы қатыса алатын үміткерлердің мәртебелері кішігірім заңдарына өзгерістер енді. Яғни жастар санатын алып тастады биылғы таңда. Биыл халықтың осал тобы, яғни атап айтатын болсам, халықтың осал топтары қатыса алады. Оған көпбалалы ата-аналар, атаулы әлеуметтік көмек алушы отбасы мүшелері қатыса алады. Мүмкіншілігі шектеулі жандар, жұмысқа жарамды жандар, және де мүмкіншілігі шектеулі жандарға, ұл қыздарына қарап отқан ата-аналар қатыса алады. Және асыраушысынан айырылғандар жөнінде мемлекет тарапынан қаражат алатын кісілер өтініш білдіре алады. Және де ол кісілер жұмыстық санаты бойынша жұмыссыз болу керек, немесе салық органдарына тіркелген 3 жылға дейінгі дара кәсіпкер болу керек, міндетті түрде. Сонымен қатар үміткерлердің бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негізінде оқыту туралы 3 жылдан аспайтын мерзімге сертификаты болуы тиіс. Грант 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жоба аясында бөлінеді. Биыл мемлекеттік грант сомасы 1 380 000 теңге. Бағдарламаға қатысушы мемлекеттік грантты алған күннен бастап сала мамандары 3 ай ішінде қаражаттың мақсатты пайдалануына мониторинг жүргізетін болады. Клара Шербайқызы, Бақберген Әбжәлел, ақпарат Мақтаарал ауданынан.